Бәріңе сәлем. Алғашқы модульге қош келдіңіздер. Біздің осы екінші сабағымыз ниша таңдау деп аталады. Яғни ниша дегеніміз не деген сұраққа жауап беретін боламыз және оны бүгін таңдайтын боламыз. Енді ниша дегенді нақты айтатын болсақ, сіз YouTube каналыңызда қандай контент түсіресіз, қай бағытта түсіресіз, сол. Енді мысал келтірейік. Әйел адам, ер адам, не важно, ол қатты маңызды емес, кулинария бағытын таңдады делік. Үйінде тамақ пісіреді ғой, мысалға пирожки пісірсін. Соны телефонға түсіріп, YouTubeға жүктеу. Бұл бірінші видеосы болды делік. Екінші видеосы оның тоже тамаққа байланысты болу керек, өйткені оның нишасы кулинария. Яғни, келесі видеосы, екінші видеосы креветки пісірсін деп алайық. Ерекше, қызықты, креветки қалай пісіріледі екен деген сияқты адамдар қарайды ғой. Кулинария бағыты болғандықтан да ол басқа бір бағытқа ауытқып кете алмайды, өйткені оның нишасы кулинария. Бұл бізде бірінші мысал болсын. Екінші мысал ретінде обзор жасайтын адамды алайық. Мысалға киноға обзор, спортқа обзор, футбол, UFC-ға обзор деген сияқты, UFC жаңалықтары, футбол жаңалықтары деген сияқты обзор жасап отырасыз. Бұл сіздің нишаңыз. Мысалға бокс бар, MMA бар, Сіз нишаңыз MMA ретінде алдыңыз, сіз MMA бағытында қозғаласыз. Сіз MMA-ді түсіріп жүріп, боксқа кетіп қалмайсыз да, мысалға адамдарға ол қызық емес болып қалуы мүмкін, өйткені сіздің көрермендеріңіз MMA-ді сізден көруге үйренген. Тағы да түсінікті болу үшін үшінші мысалды келтірейік. Распаковщик. Менің өзім мысалға Алиэкспресстен келген заттарға распаковка жасаймын деп сөйтіп бастағанмын. Өзімнің ең алғашқы каналымды, менің каналымның астындағы видеоға түссеңіздер, оны көрсеңіздер болады. Сіздерде де сондай. Мысалға, мына микрофонды алайық, HyperX микрофоны. Осыған мен распаковка жасаймын, немесе обзор жасаймын деген сияқты айтасыз, и бұған обзор жасайсыз. Бұның плюсы қандай, минусы қандай деген сияқты. И екінші видеоңыз сіздің осыған ұқсас болу керек. Бұл уже технология бағыты болғандықтан да басқа бір технологияға обзор жасайтын боласыз. Мысал ретінде, қазіргі лампалар бар ғой, как штатив сияқты жасалынған, сол лампаларға обзор жасайсыз, немесе мына ноутбукке обзор жасасаңыз болады, немесе телефонға обзор жасасаңыз болады деген сияқты. Өзіңіздің контентіңізді, нишаңызды технообзор ретінде дамытасыз. Андай қылып араластырып жүрмейсіз да. Мысалға, жаңағы кулинария пісіріп отырған әйел кісі келіп HyperX-ке обзор жасаймын деп видео шығарса, ол уже адамдарға қызық емес болуы мүмкін, өйткені оның аудиториясы кулинарияға, осы кісі жақсы тамақтар пісіреді, тіркеліп қояйын деп тіркелген кісілер болады да. Осындай ошибкалар жасауға болмайды. Бірақ бір нюанс бар. Егер сіздің каналыңыз атпай жатса, 40 видео түсірдіңіз, 30 видео түсірдіңіз, просмотр жинамай жатса, өзіңіз бұл бағытта дамымайтыныңызды білсеңіз, басқа нишаға алмасуға болады. Сол басқа бір нишаны тауып, сол бағытта дамуыңыз керек ары қарай, бірақ барлығын бірге араластырып жүруге болмайды. Нишаның не екенін түсіндіңіздер, енді нишаны қалай таңдаймыз? Мен алдыңғы бірінші сабақ, кіріспе сабақта айтқан болатынмын, өздеріңізге сұрақ қойыңыздар, YouTube канал ашу барысындағы мақсатым не деп. Сіз ол сұраққа өздеріңізге жауап берді деп сенемін. Қазір бізге ниша таңдау барысында ол бізге көмектеседі. Енді ниша таңдаудың мынандай бір заңдылығы бар, икигаймен ұқсас. 3 дөңгелекті сызыңыздар өздеріңізде. Біріншісіне нені қалайсыздар, нені жақсы көресіздер, соны жазасыздар. Екіншісі, оны сіздер істей аласыздар ма? Мен жасай аламын деген екінші дөңгелек болады. Үшіншісі, бұл адамдарға керек па? Адамдар үшін бұл сұранысқа ие ма деген 3 дөңгелекті сызасыздар. Егер осы 3 дөңгелектің барлығы сәйкес келіп тұрса, бұл сіздердің нишаларыңыз. Ал 3 дөңгелектің біреуі сәйкес келмей қалса, немесе екеуі сәйкес келмей қалса, бұл жерде уже үлкен риск бар деген сөз. Мысалға, 3 дөңгелегіңіздің барлығы келіп тұр, сіз оны ұнатасыз, сіз оны жасай аласыз, ол адамдарға керек десеңіз, бұл 100% сіздің нишаңыз атып кетуі, ары қарай жүріп кетуі сенімді түрде мүмкін деген. Бұл сізге ұнайды, өзіңізге қажет, өзіңіз жақсы көресіз, және де екінші домалағыңыз оны істей алатын болсаңыз, үшіншісі адамдар сұранысқа ие болатын болса, бұны сіз жасағаныңыз дұрыс. Ал егерде бұл үшеуінің екеуі келіп, біреуі келмей қалса, ол 50-50 деген сияқты атуы да мүмкін, атпауы да мүмкін. Ал енді бұның біреуі ғана келіп қалса, бұны сіз жақсы көресіз, бірақ істей алмайсыз, еще адамдарға ол қажет емес болса, оны істеудің түкте қажеті жоқ. Мысал ретінде келтірейік. Сіз жаңағыдай обзорды алдыңыз, технообзорды алдыңыз, оны бірақ сіз өзіңіз жақсы көрмейсіз. Просто адамдарға керек, және де оны сіз істей аласыз, бірақ оны сіз жақсы көрмейсіз. Негізі олай жасамай қойған дұрыс. Өйткені сізде екеу ғана келіп тұр ғой. Дәл осы үшеуі келіп тұрған, осы бағытта жүрген бір адам болуы мүмкін.
ол сізден ертең әлдеқайда жақсы жасайтын болады, себебі ол оны өзі қажет етеді, өзі жақсы көреді. Мысалға тағы да айтайын, сіз геймерсіз, ойын ойнайсыз, сіз стрим жасайсыз деген сияқты, бірақ сіз оны ойынды түсінбейтін болсаңыз, оны тоже жасаудың қажет жоқ. Өйткені сізден жақсы ойнайтын, сізден жақсы ойынды түсінетін адамдар ертең сізден бәрібір озып кететін болады. Вот мен не дегім келіп тұр, барынша 3 дөңгелекті келтіріп, өздеріңіздің нишаларыңызды табыңыздар. Қазіргі уақытта Қазақстанда қазақ контентінде нишалардың көбісі бос. Бұл сіздерге үлкен мүмкіндік, өздеріңіздің нишаларыңызды тауып, әрі қарай дамып YouTube каналды алып кете аласыздар. Яғни ниша дегеніміз мінекей. Мынаны қараңыз, Wylsacom мысалға бұл технообзор, iPhone, анау мынау деген сияқтыларға обзор жасайды. Бұл оның өзінің нишасы. Дэниел Шифер дейтін ағылшындық контент жүргізетін баланың каналы. Бұл өзі видеограф, видео түсірген бұған ұнайды. Бұл оны жасай алады және де адамдарға керек. Яғни бұның нишасы атты деген сөз. Бұны қазір әлемде көптеген видеографтар таниды. Енді сіздерге кеңес, қандай ниша таңдайын деп тұрсыздар, соны орыс тілді контенттен, ағылшынды контенттен зерттеңіздер, басқа каналдарды қараңыздар. Осы видеоның астына сіздерге қарау керек YouTube каналдарды қалдырып кетемін. Соларды бір қарап шығыңыздар, сосын міндетті түрде өздеріңіздің нишаларыңызды таңдаңыздар. Келесі сабақта көріскенше.